Спорт ол тек жарыс қана емес, ол төзімділік және тәртіппен жеңіске деген жігер. Қазақ білікті бірді жығар, білімді мыңды жығар дейді. Ал біздің мектебімізде спорт пен білім қатар дамуда. Сәлеметсіздер ме көрермендер, бүгін біз сіздерге біліктің күшін ғана емес, ерік жігердің мықтылығын көрсететін боламыз. Бұл нағыз батырлардың ғана. Қол күрес нағыз күш жігер мен шыдамдылықты талап ететін спорт түрі. Ол жерде физикалық күш қана маңызды емес, тактика мен жылдамдық та маңызды болып есептеледі. Қол күресімен 2017 жылдан бастап айналысып келемін. Қазіргі уақытта спорт шеберлігіне үміткер 4 шәкіртім бар, оқушыларым. Қазіргі уақытта жас буын тәрбиелеп жатырмын қол күрес спортына. Қазіргі уақытта облыс, аудан көлемдерінде және республика көлемдерінде оқушыларым жарысқа шығып жүлделі орындарды иеленіп жүр. Қол күрестің жалпы ережелері столды 2 түске белгіленген. Оң жақта мысалы оң жақта спортшының алаң өмесінде, сол жақтағы сол жақта спортшының алаң өмесінде күрескен жағдайда, шынжақ тартқан жағдайда шынжақ түскен жағдайда есеп оң жақтағы спортшыға беріледі. Ал бүйтіп қашып болып жатқан жағдайда ескерту беріледі. Мысалы кім жоғарыдан қашып келеді, сол кісіге ескерту беріледі. Қайтып күресіледі, содан кейін тағы да жаңағыдай қашқан жағдайда қашатын болса, тағы ескерту беріледі де ұпай оң жақтағы спортшыға берілетін болады. Жеңімпаз болды. 2 рет ескерту алғаннан кейін ол қалған болып есептеледі. Жалпы енді спортта күрескенде мысалы қарсыласының аяғын тиіші. Қарсыласының стойкасіне аяғын тіреген жағдайда қарсыласы айтып болады, аяғыңды ал, мен жақында тұрсын деген сияқты. Сосын ескертуден айтып аласың, әркім өз территориясында күресетін болады. 2 рет қашып, сосын қолдары байланып қашқан жағдайда енді байлау арқылы күреседі. Кім жеңеді, сол жеңімпаз болып есептеледі. Жалпы бұл спортта салмақ өте көп рөл атқарады бұл жағдайда. Мысалы, бір-бірінің салмағынан 100 грамм болса да, салмағы жеңіл болса, сол жағдайда сол спортшыға беріледі. Жалпы оң қол, сол қол болып күрестіріледі. Ең бірінші сол жақпен күреседі. Содан кейін оң жақпен күреседі. Содан кейін барып жаңағы салмағын қараймыз, тең болған жағдайда. Салмағын қарап, жаңағы 100 килограмм салмағы аз, сол спортшы жеңіске жететін болады. Қазақстан балалары шексіз әлемде. Спорт оларды шыңдайды, ал білім оларды жеңіске жеткізеді. Қазақтың батыр ұл-қыздары, сендер болашақ чемпионсыңдар. Біздің спортшылар Қазақстан атын әлемге танытуда, біз олармен мақтанамыз.